Сәлем болашақ грант иегері. Геонлайн қасиетті Түркістан қаласында. Түркістан қаласына келуіміздің бірден бір себебі менің артымда тұрған халықаралық туризм және меймандостық университетіне обзор түсіруге келдік. Қазір осы университетті сіздерге толық обзор жасайтын боламыз. Жүріңіздер, кеттік, көрсетейін. Сәлем Гүлім. Қош келдіңіздер. Бүгін бізге обзор түсіруге көмектесетін Гүлім. Гүлім, өзіңді таныстыра кетсең біздің көрермендерге. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Гүлім. Гүлім Тұрғанбекқызы. Мен осы университетте 4-ші курс студенті және де студенттік парламент төрағасы боламын. Ең алдымен университетке қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге алғашқы таныстыратын залым, ол бізде мәжіліс залы. Сол жаққа қарай жол тартсам. Мына жақта сіздерде бізде бұл қонақтарды күтіп алатын арнайы ресепшн. Және де мінекей бізде главный фойеде арнайы фонтан орналастырылған. Және де арнайы пуфиктер көріп тұрсыздар. Студенттер бос уақытында осы жерде өздері отырып әңгіме дүкен құрады деген секілді. Мінекей мәжіліс залына көрсетейін. Жақсы. Бұл бізде мәжіліс залы. Бұл жерде арнайы студенттер өзіміз жиналып әртүрлі мерекелік іс-шараларды, сонымен қатар арнайы бір белгілі тұлғалар келеді. Мінекей мына жерде біздің осы мәжіліс залында өткен іс-шаралардың кішігірім біздің арнайы фотосуреттерді іліп қойған болатынбыз. Бұл жерде біздің парламент төрағасының, сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мырза, Саясат Нұрбек мырза, өзіміздің қала және облыс әкімдері арнайы қонақта болып, арнайы студенттермен семинар өткізген болатын. Тағы да қанша корпустарыңыз бар? Бұл бізде бас ғимарат, дәл жанымызда бізде оқу ғимараты және де жатақханамыз бар. Сонымен қатар жаңа қалада біздің спорттық кешеніміз бар. Яғни спорт саласы бойынша біздің студенттеріміз сол жақта оқиды. Бұл жерде бізде тағы да бір екінші мәжіліс залымыз. Бұл жерде арнайы аппарат отырыстары, сонымен қатар арнайы жиналыстар, конференция деген секілді осы жерде өтетін болады бізде. Өтеді екен. Бізде енді университеттің жалпы құрылымы бұл бір қонақ үй секілді жасалынған ғой. Бізде бір ерекшеліктің өзі сол нәрседе деп айтсақ болады. Себебі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай кірген кезде ресепшн, фонтан, қазір тағы да басқа ресторандарымызды көрсететін боламыз. Ол жардың барлығы біздің бір ерекшелік. Сіздердің енді университеттеріңіз кәсіби бағдар болғандықтан осындай стилистикада жасалынған ғой, иә? Мына жақта қарап тұрсам, ұлы географиялық тұлғалар тұр, иә? Мына жақтың өзінің бір стилистикасы сондай, прям ресторанда жүрген секілдісің, иә? Жақсы, өте әдемі, керемет екен. Және де бізде мына жерде бір тоқтала кететін дүние. Бұл жерде бізде арнайы жасалынған өзіміздің студенттік бұрыш деп айтсақ та болады. Бұл жерде біздің студенттердің мінекей өндірістік практикадан өткен рексіз президент Астанада өтіп жатқан практика деген секілді жалпы студенттердің өмірі туралы кішігірім фотосуреттерді осы жерге біз арнайы орналастырамыз. Жалпы енді Гүлім, маған университеттің тарихы жайлы айтып берсең, қашан құрылды, қандай бағытта жұмыс жасайды бұл университет? Және осы уақытқа дейін жетістіктеріңіз қандай болды? Сол жайлы кішігірім ақпарат айтып жүрсең? Жалпы біздің университет 2020 жылы наурыз айында арнайы президенттің жарлығымен құрылған болатын. Жалпы құрылу тарихы енді арнайы біздің Қазақстанда негізі туризм саласы бойынша тікелей білім беретін жоғарғы оқу орны жоқ деп айтсақ болады. Яғни біз жоғарғы оқу орындардың арасынан ерекше жалғыз университет біз деп айта аламыз. Енді біздің ерекшеліктер жалпы Түркістан қаласы бойынша әскери кафедра. Әскери кафедра бізде арнайы өз жұмысын бастаған болатын. Екінші курстан бастап біздің студенттеріміз осы өзіміздің қаладағы жастар болсын, осында келіп әскери кафедраны өте алады. Ер балалар болсын, қыз болсын. Және де біздің тағы да бір ерекшелігіміз бұл екінші курстан бастап дуалды оқыту бағдарламасы бізде жүзеге асқан. Қалай сонда? Яғни екінші курстан бастап студенттер яғни біліммен қоса плюс жұмыс жасай алады.
Керемет. Тағы да бір, мен университет жайлы мындай бір ерекшелік естідім, сіздерде 4 оқу жылы емес, 3 жылда. Соны айта кетейін. Бізде, биылғы біз ең басты жаңалықтарымыздың бірі, біз биылғы жылдан бастап 4 жыл емес, 3 жылдық білім беру бағдарламасына көштік. Бұның өзі біздің бір университет үшін бір жоғарғы жетістіктердің бірі деп мен толыққанда айта аламын. Студенттер, яғни 4 жыл емес, 3 жыл білім алып, өзінің мамандығы бойынша алда уақытта жұмыс жасап, Қазақстанның туризмін жоғарғы деңгейге көтереді деген біздің алдағы үлкен жоспарларымыз бар. Жақсы. Гүлім, енді өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, 4-ші курс студентім дедіңіз, яғни осы университеттің алғашқы түлегі боласыз ғой? 4 жыл бұрын қандай шешімде болдыңыз, не себепті осы жақты таңдадыңыз, қандай факторлар әсер етті, өзіңіздің мүмкін ұбт оқиғаңыз жайлы кішігірім айтып берсеңіз. Негізінде мен өзім осы Түркістан қаласының тумасымын. Негізі мен өзім басында мүлдем басқа сала қызығатынмын. Мен заңгер болғым келетін негізінде. Мен не болса да Алматыға кетемін, мен сол жақта платный болсын, ақылы түрде оқимын деген секілді менде сондай болатын. Бірақ та мен соңғы уақыттары осы университет құрылысын кішкене осылай сырттан бақыладым. Одан кейін маған осы туризм университеті ашылайын деп жатыр деп осы жерді көрсетті. Содан бастап менің ойым өзгерді, яғни менің ойымның өзгеруіне өзімнің ағам себепкер болды. Таныс ағам, Гүлім, осындай Түркістан қаласында осындай университет ашылғалы жатыр, қалай қарайсың деген секілді, негізі сол кісі бір ұсыныс тастаған болатын, может сосын қарап көрсең деген секілді. Сөйтіп мен негізі патриотпын. Өте қатты патриотпын. Сонымен тұрдым да жаңадан ашылған университет туралы ақпараттарды қарадым, білім беру бағдарламасын қарадым, сонымен қатар басшылық құрамды да қарадым. Мен тек қана оқуға емес, сонымен қатар мен университеттің қызметкерлеріне де басшылық тарапқа да мен қызығушылық танытып, толығымен танысып шықтым. Содан кейін мен бірден шешімімді өзгерттім да, ұбт-ға бір ай қалған кезде мен география ағылшынға ауысып кеттім. Маған шыны керек өте қиын болды НТ тапсыру. Бірақ та енді, Аллаға шүкір, осы енді қажетті балды жинап, мен осы жерге грантқа оқуға түстім. Керемет, Гүлім. Биыл енді 4-ші оқу жылы болып жатыр. Алғашқы түлегі болып есептелесі екенсіздер. Керемет, сізге сәттілік алдағы жұмысыңызға. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, география ағылшын дедіңіз. География ағылшын бағыты бойынша бұл жақта қандай білім беру бағдарламалары бар? Және сол білім беру бағдарламалары бойынша сіздер маған айттыңыздар, арнайы лабораториялар бар деп едіңіз. Сол лабораторияға барсақ бола ма қазір? Бізде енді келесі жаңа айта өттім ғой сізге. Бізде қонақжайлылық бағыты бойынша арнайы лабораториялар қарастырылған. Қазір бізде жартылай люкс және де люкс комнаталарымыз бар. Сіздерге біздің университетіміздің оқытушысы Арман Сәрсенбаев мырза таныстыра өтетін болады. Мінекей. Жақсы. Саламатсыздар ма? Саламатсыз, қош келдіңіз. Жақсы. Бұл жерде сіздерде қонақ үй бөлмелері, бұл жартылай люкс қонақ үй бөлмесі болып табылады. Бізде қазіргі таңда студенттер университеттегі жалпы қонақ үйде қонақтарды қалай қарсы алу керек, қонақ бөлмеге қалай апару керек, яғни ол соның ішіндегі функцияларды визуалды түрде көрсетіп біз үйретеміз. Яғни қызмет көрсету технологиясы, соның барлығын жалпы қалай жасалады, төсек орындар қалай ауысу керек. Мысалы, қонақ бөлмеден шыққан кезде бұл жерде яғни чек-аут мәселелерді қарастырасыздар. Чек-аут жасалған кезде қанша уақытта мына төсек орындарды қайтадан жабдықтау керек, соның барлығын үйретеміз. Осы бөлменің ішінде бұл, яғни жартылай люкс, практикалық сабақтарда. Керемет екен. Бірінші курстан бастап сонда бола ма сіздерде? Бірінші курстан бастап, иә. Бұл жартылай люкс болса, люкс бөлмесі жүріңіздер, көрсетейін. Керемет екен енді. Келіңіздер, телевизорға дейін қойып көрсіздер. Иә, телевизор барлығы ілінген. Яғни студенттерге бұл мамандығына кіріспес бұрын, яғни визуалды түрде көрсету үшін. Ал енді ертең қонақ үйлерге барып жатады, практикалық сабақтарға. Сол кезде дайын болып барсын деген ниетпен осы лабораториялық кабинеттерді жабдықтап отырмыз. Бұл қонақжайлық білім беру бағдарламасы бойынша осы лабораториялық сабақтар өтеді? Қонақ үй және мейрамхана бизнесі мамандығында оқитын студенттер, одан кейін туризм және қонақжайлық индустриясын ұйымдастыру мамандығында оқиды тағы студенттер.
сосын ивент менеджмент деген бар қазіргі таңда бізде жаңадан ашылды білім беру бағдарламасы, сол бойынша да оқитын студенттер осы лабораториялық кабинеттерде білім алады. Жақсы, рахмет Арман мырза. Жақсы. Біз қазір мына мейрамхана лабораториялық кабинетіндеміз. Жалпы мейрамхана бизнесі қазіргі таңда ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі. Сонымен бірге білесіздер, оңтүстік өңірі енді гастрономиялық туризм жағынан өте жақсы деңгейде келе жатыр ғой. Қонақжайлылық бойынша, әсіресе. Қонақжайлылық саласы бойынша, Енді бұл зертханада біз студенттермен әртүрлі жарыстар ұйымдастырамыз. Мейрамханада күнделікті кездесетін ситуациялық жағдайлар болады, қонақтармен. Сонымен бірге дастарханды қалай жаю керек, сервировканы қалай жасау керек, сонымен бірге қонаққа тамақты қай жағынан салу керек, сусынды қай жағынан құю керек. Жалпы курс болады ғой тамақтардың. Практикалық, Практикалық, Практика негізінде осы жерде барлығын үйретесіздер, Мына жерде бір топ адам сияды екен, бірден. Топпен келесің бе? Бір топ емін-еркін сияды. Мысалы, осы апта біз еркін форматта бір жарыстар ұйымдастырамыз. Екі топты жарыстырамыз. Мысалы, осы апта бір топ қонақ болып келсе, келесі топ, яғни сол қонақтарға қызмет көрсететін ретінде ойындар ұйымдастырамыз, жарыстарды. Бұл ас бөлмесінде жалпы тамақты пісіруге қандай құрал саймандар керек, жалпы ыдыс-аяқтар, сонымен бірге енді қазіргі таңда баяғыда қолмен жазып не алатын заман емес қой. Автоматты басқару жүйелері бар қазіргі таңда. Барлығы шынайы заттар ғой, Шынайы заттар барлығы шынайы заттар. Бұны студенттер өздері қолданады, пісіреді, осы құрал саймандарды қолдана отырып. Тапсырыс береді, тапсырыс алады. Яғни бағдарламаны қолдану арқылы. Өйткені бағдарламалардың барлығын бар. Гүлім, жаңа өзін жайлы айтып кеттің, университет жайлы айтып кеттің, 4-ші курс жайлы айттық, біраз кабинеттерде болдық. Маған осы университетте студенттерге қандай тағы да басқа жағдайлар жасалынған, студенттік ұйымдар, спорттық клубтар жайлы, енді туризм саласы, қонақжайлылық саласы өте қызықты болғаннан кейін сіздерде ұйымдар да көп шығар? Бізде қазіргі таңға 10-ға жуық ұйымымыз бар. Бұл жерде бізде еріктілік саласы бойынша жас қадам еріктілер ұйымы бар. Жаңағы бізде өздеріңіз ресторанмен таныстыңыздар ғой. Яғни бұл жерде біздің тек қана ресторанмен біздің оқытушылар емес, өзіміздің студенттердің арасында да лидерлер шығып, арнайы күй-сервис ұйымын құрған болатын. Ол жерде студенттер өздері дайындалып, осы сабақ бойынша, мамандықтары бойынша өздері білімдерін арттыра түсетін болады. Сонымен қатар бізде арнайы экскурсия, турларды, походтарды ұйымдастыратын экстрик клубы бар. Жалпы біздегі ұйымдардың барлығы өзіміздің мамандығымызға сәйкес қарастырылған. Оның барлығы ұсыныс ретінде студенттер өздері жан-жақта ізденіп, талпынып деген секілді өздерінің ұсыныстарымен келіп, арнайы осындай керемет бір ұйымдарды ашқан болатын. Сонымен қатар бізде жалпы студенттік өмір деген енді кез келген университетте бір қызықты өтеді ғой. Сол себепті сондай секілді біздің де университетте студенттік өмір өте бір қызықты, жоғарғы деңгейде атап өтіледі. Бізде осы алдыңғы жылы өзіміздің университетіміздің арнайы мет-гала стилінде өткен посвящениемізді жасаған болатынбыз. Енді осы алдағы қабылданатын біздің болашақ студенттерімізге де арнайы сондай мет-гала ұйымдастыру жоспарда бар. Қазір енді біздің келесі локациямыз бұл біздің университетіміздің кітапханасы. Қазір осы кітапхана бойынша біздің қызметкеріміз Мейрамкүл апайымыз таныстыра кететін болады. Біздің халықаралық туризм және меймандостық университетіне қош келдіңіз. Біз осы
ат айтқандай туризм және қонақжайлылық болғандықтан біздің негізгі бағытымыз осы саланы дамыту болып келеді. Сондықтан біздің бүкіл кітаптарымыздың бәрі пәндік салаға байланысты болып келеді. Өздеріңізге белгілі, енді туризм Қазақстанда жаңадан дамып жатқан жаңа бағыттағы жаңа не бойынша сала бойынша өте үлкен мақсатта құрылып жатқан президентіміздің қолдауына үлкен мұқтаж саланың бірі болғандықтан бұл халықаралық деңгейдегі профильді университет. Сондықтан біз бұл жерде қазақтың ғана емес, жалпы орыс тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде, түрік тілінде деген сияқты, басқа да өзбек тілінде барлық тілдерді бізде ұлажылса 5-6 тілді қамтитын кітаптарымыз бұл жерде бар. Негізгі бағыты туризм бағыты болғандықтан біз жан-жақты, әсіресе Россиядан, сосын Англиядан біз және Оксфордтан кітаптарды, тілге қажетті кітаптарды да толық қамтимыз. Өйткені бізде тіл ең бірінші маңызды мәселе болып табылады бұл жерде. Қазір біз осы университеттің бірінші курс студенті Аружаннан кішігірім сұхбат аламыз. Аружан, сәлем. Сәлеметсіз бе? Аружан, сен осы университет жайлы сұрайық деп едік. Қандай мамандықта оқисың? Өзің осы университет жайлы айтып берші, және өзің жайлы айтып берсең. Менің есімім Аружан. Мен осы туризм университетінің бірінші курс студентімін. Туризм қонақжайлық индустриясын ұйымдастыру мамандығында оқимын бірінші курста. Жалпы осы универге түскенімнің өзі қазіргі 4-ші курстағы аға әпкелерімнің арқасында, сол кісілердің пікірін тыңдап, ойын тыңдап, университетпен жақынырақ танысу арқылы шешім қабылдадым. Жалпы университетке ұбт-дан осы 80-нен аса балл жинадым. Және еш өкінбеймін осы университетке түскеніме, себебі өте үлкен мүмкіндіктер берді. Жалпы өз-өзімді жан-жақты дамытуда осы туризм университетінің маған тигізген көмегі өте үлкен десем болады. Өзіңіз осы Түркістаннансыз ба, әлде басқа қаладан келдіңіз? Жоқ, Шымкент қаласынан келген болатын. Шымкент қаласынан, сол арнайы осы университет үшін осы жаққа келдіңіз. Жақсы. Қазір осы бірінші курсты тәмамдап жатсыз, иә? Қандай мамандық, қандай пәндерді оқыдыңыздар? Жаңағы практикаларыңыз басталды ма? Сол жайлы біздің университеттің бір ерекшелігі басқа университеттерге қарағанда сабақта практиканы аса мән беріп қарайды. Яғни тек қана аудитория ішінде ғана емес, осы біздің өтіп жатқан мамандығымызды, пәндерімізді жақсы түсінуіміз үшін неше түрлі мұғалімдер практикалық сабақтар жағынан ұйымдастырады, іс-шаралар, және сол арқылы бізге өте түсінікті. Және біз үшін де студенттік өмір үшін де бұл өте қызықты. Қандай студенттік өмірі деп жатсыз? Қандай студенттік ұйымдарға мүмкін мүшесіз? Студенттік клубтар бар ма сіздерде? Бізде университетімізде студенттік клубтар бар арнайы. Және де студенттік өмірі менің өте қызықты өтуде. Және осы ұйымдардың ішіндегі ең ерекше айтып өтетінім, осы бізде жас қадам еріктілер ұйымы бар. Осы жас қадам еріктілер ұйымында өзім мүшемін, төрағасы болдым. Және ерекшелігін айта кететін болсам, жалпы біздің осы Қазақстандағы төтенше жағдайлар болсын көмек көрсетеміз. Одан бөлек барлық жағынан өзімізді таныта аламыз, еріктілік жағынан. Арыстағы балалар үйіне де бардық, осы университеттегі аға әпкелерімізбен бірге студенттер болып, оның барлығы біріншіден бізге опыт болды, екіншіден осы студенттік өмірдегі алғашқы қадамдарымыз осылай бастағанына қуаныштымын. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Біздің көрермендеріміз қарап отырған болашақ түлектерге қандай кеңес бересіз? Сол жайлы айтып кетсең. Болашақ жас түлектерге жалпы туризм саласына, мейрамханасы, мейманханасы осы қызмет көрсетуге қызығатын болсаңыздар, біздің IUTH университеті сіздерді күтеді. Жалпы жарқын болашаққа қадамды біздің IUTH-пен бірге жасаңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Рахмет көп.
Менің аты жөнім Алайдаров Ағаділ Абушахмаұлы. Көріп тұрғаныңыздай халықаралық туризм және меймандостық университетінде қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы боламын. Университеттің бір ерекшелігі, орналасқан жері жайлы айтып берсеңіз тағы да. Жақсы. Университетіміз 20-шы жылы бірінші талапкерлерін, абитуриенттерін қабылдады. Университеттің орналасқан жерін көріп отқандарыңыздай, оң жағымызда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Сол жағымызда біздегі Түркия мемлекеті салып берген мешітіміз бар. Ал енді университетіміздің қабырғамызда атақты Кюрен сарайымыз бар. Осы жерде орналасқан, яғни қаламыздың қақ ортасында талапкерлерге де, біздің студенттерімізге де осы қаланың өміріне, облыстың өміріне араласуына жақсы жағдайлар жасалған. Осы жерде оқып, көріп отырсыздар, нағыз бізде Қазақстандағы туризм орталығы болып есептелінеді. Қазіргі таңның өзінде біздің студенттеріміз осы университеттің локациясын пайдаланып, осы жердегі көптеген мекемелерде жұмыс жасап жатыр. Бір жағынан жұмыс жасайды, бір жағынан осы жерде практика өтеді, және ол үшін олар айлық алып отырады, жалақы алып отырады. Керемет. Жалпы өздеріңіздің енді мына көріп отырған талапкерлерімізге білім беру бағдарламалары жайлы Ағаділ мырза айтып өтсеңіздер, қандай білім беру бағдарламалары бар сіздерде? Жалпы қазіргі таңда бізде білім беру бағдарлама топтары, 4 білім беру бағдарлама тобы бар. Ол біріншіден 091 туризм дейміз, екіншіден 092 тынығу, және де үшіншіден ол бізде мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі деген мамандығымыз бар. Және де төртіншінде осы биыл ашып жатқан спорт жаттықтырушы мамандығымыз бар. Және де осы 4 білім беру бағдарлама тобы бойынша қалай оқуға түсуге болады талапкерлерге. Туризм мен мейрамхана ісі бойынша міндетті түрде таңдау пәндері ағылшын, география болу керек. Және де негізгі ОБТ-дан 65 балдан жоғары жинау керек. Және де соны тапсырып, бізге келіп құжат тапсыратын болса, біз оларды құжаттарын конкурсқа қабылдаймыз. Осы жерде бір айтып өтетін нәрсе, біздің университетіміз туризм және спорт министрлігінің жанынан ашылғандықтан, бізге мемлекеттік нысаналы грант ретінде осы министрліктен 800 грант орындары бөлінеді. Яғни бұл жалпы конкурсқа қатыспаймыз. Университет жалпы конкурсқа қатыспайды. Жылына берілетін 310 туризм, 320-ға жуық мейрамханасы, ол 600 гранттан бөлек біздегі университеттің өзіне берілген министрліктің нысаналы гранттары. Және де бұған құжат тапсыру үшін университетке құжат тапсырудың 2 жолы бар. Яғни 20 маусымнан бастап 18 тамызға дейін біз құжаттарды қабылдаймыз. Яғни өзі келіп құжат тапсырса да болады, және де онлайн құжат тапсырса да болады. Яғни екеуін де біз қарастырамыз. Сосын жаңағы біздегі тынығу мамандығы бойынша, спорт мамандығы бойынша бізде шығармашылық емтихандары болады. Оған құжат тапсыру 20 маусымнан бастап, 10 тамызға дейін құжат тапсыру, және де емтиханы 7 шілден бастап 15 тамызға дейін емтихандар болады. Қосымша шәкіртақы жайлы, қосымша жаңағы не жайлы айтсаңыздар, жатақхана беріледі ме, қамтамасыз етіледі ме ол жағынан? Басқа жақтан келген облыс студенттеріне сол жайлы қандай жағдайлар қарастырылған? Жақсы сұрақ. Мынау көріп отқандарыңыздай, мынау біздің оқу корпусы. Мынау біздің сол жағымыздағы жатақханамыз. Барлық студенттер, грантқа түскен студенттеріміздің барлығы шәкіртақымен қамтамасыз етіледі. Шәкіртақының көлемі жылына қазіргі таңда 50 000 теңге болып есептелінеді. Мынау қазір біз 180 орындық жатақханамыз бар. Яғни сырттан, алыс облыстардан, аумақтардан келген балдардың барлығына осы жатақханамыз бар. Сонымен қатар қазіргі таңда біз 4 жатақханамен келісім шартқа жасағып қойғанбыз. Олар бізді оқушыларымыз, студенттерімізді жатақханамен қамтамасыз етеді. Яғни қазіргі таңда оқып жатқан барлық студентіміз, қажет болған студенттердің барлығында жатақхана бар. Мінекей бұл бізде оқу ғимараты, артымызда тұрған бұл біздің жатақханамыз. Қазір жатақханаға бөлек тоқтала кететін боламыз. Қазір енді сіздерге оқу корпусындағы біздің аудитория және де бізде студиямыз бар, арнайы сол жерде біздің туризм школасының директоры Мадина Нұрболатқызы таныстыра кететін болады. Мына жақта сонда сіздерде негізгі оқу бөлімшесі осы жерде? Арнайы жаңағы айта кеткен біздің әскери кафедрамызда осы жерде орналасқан. Керемет. Бұл бізде оқу ғимараты, осы жерде аудиториялық фондтармен қамтамасыз етілген. Студенттер осы жерде білім алады.
негізгі теориялық сабақтар, лекциялар, семинар сағаттары осындай аудиторияларда сабақ өтеді. Аудиториялар бізде енді түрлі туризм саласына қатысты белсенді туризм кабинеті немесе әрине туризм менеджменті, халықаралық туризм сынды кабинеттер бар. Енді бұл жерде тек қана материалдық базалармен жабдықталған, ол студенттерге әрине сабақ барысында қажетті орындықтар, интерактивті тақта, одан кейін осындай интерактивті немесе басқа осы плакаттармен жабдықталған. Бұл жерде сабақ барысында жаңағы наглядно дейді ғой, визуально барын көрсетіп өте береді. Жалпы туризм мектебі халықаралық туризм және меймандостық университетінің 12 білім беру бағдарламасы бар. Оның ішінде 4 білім беру бағдарламасы бойынша білім береді. Туризм мектебінде 1000-нан аса студент білім алады. Олар халықаралық туризм және меймандостық, халықаралық және ішкі туризм, туристік дестинациялар менеджменті, экскурсиялық қызмет және жеке турларды ұйымдастыру. Одан кейін бізде қазір жаңадан ашылған білім беру бағдарламалары бар. Спорттық туризм, ұйымдастырылған туризмді басқару деген сияқты білім беру бағдарламалары бар. Және осы 2024 жылы туризм гайд сервис деген жаңа білім беру бағдарламасы әзірлеп, реестрға салдық. Қазір соның жауабын күтіп отырмыз. Бұл білім беру бағдарламасы осы Қазақстан Республикасына қажетті мамандарды даярлап шығады деген сенімдеміз. Өйткені туризм гайд сервис бізде көп тілді және ағылшын тілді топтарға ашылу жоспарланып отыр. Себебі білесіздер, елімізде орыс тілінде, қазақ тілінде және ағылшын тілінде экскурсиялар мен қамтамасыз ету, яғни экскурсиялар жүргізу өте аз. Экскурсовод мамандары. Сол себепті осы мамандықты ашып жатырмыз. Келер оқу жылына, сонда істерлік? Бұл бізде МОК студия, яғни жаңадан ашылған. Сәлеметсіздер ме? Рұқсатта? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Бұл МОК студия, бұл жерде бізде оқытушылар өздерінің онлайн лекцияларын жазады. Яғни сабаққа қатысты бізде қазір лекция түрлері онлайн болады, яғни жазылу форматында. Біз осы МОК студияны ашып, әр оқытушы осы жерге келіп, өздерінің дәрістерін онлайн сабақты жазып, одан кейін болашақта уже МОК сабақтарында ашу жоспарланып отыр. Жақсы, әдемі екен. Жалпы қазіргі таңда бізде 73 кәсіпорынмен тұрақты келісім шарттарымыз бар. Ол біріншіден бізде өзіміздің тәжірибе базасы болып саналады. Екіншіден, ол кейін дуалды оқыту жүйесін енгізгенде солармен келісім шартқа өтіп, біз тұрып, олар сол жерден практикалық сабақтарын сол жерден өтеді. Сондықтан ол енді сондай ерекшелік болып табылады бізде. Неге десеңіз, оның үстіне барлық өтетін практикалары олар ақылы. Ол жерде барлық олардың жол төлемдері, тұрып жатқан жайлары егерде талап етсе, сонымен қатар олар сол практика үшін олар арнайы белгіленген жалақы алады. Біздің студенттер. Оның үстіне ең жақсы нәрсе, бұның негізінде ол әлгі оқуын бітірмей жатып, егерде ілініп қалса, көзге түсіп қалса, сол жерде сол кәсіпорында олар мүмкін жұмысқа қалатын деген жағдай мүмкіндік береді. Мысалы 461 бізде биыл түлегіміз бар. Бұның 107 түлегі қолдарында қазіргі таңда тұрақты келісім шарт бар. Жоқ, офер емес, олар жұмыс атқарып жатыр. Жұмыс уже бар. Жұмыс атқарып жатыр. 107 студент. Әсіресе мына біздің көршілес өзіміздің кәсіпорындар, мына үлкен жүйелік отельдер, Риксос отель. Қазіргі таңда 178 студент бізде Риксос жүйесінде практикада өтуде. Міне күні кеше ғана біз тікелей
келісім шартқа келіп, бізде шетелдік практика деген тәжірибеміз бар. Ол не дегеніміз? Ол тікелей біз түркиялық бір отбасылық отельмен келісім шартқа отырдық. Міне 15-14 осы айдың 14-і 15-і біздің балалар аттанып кетті. 32 бала қазір бізде Анталияда. Жолақысы, тұрғын жайы, сонымен қатар апта сайынғы жалақысын сол балалар сол жерден Түркияның тарапынан алады. Халықаралық тәжірибеге сүйеніп, біз биылдан бастап 2023-25 оқу жылынан бастап біздің университетіміз семестрдің триместр форматына көшеміз біз. Біз енді Қазақстанда туризм және қонақ жайлық бағыты бойынша жалғыз университет бакалавр бағдарламасы бойынша 4 жыл емес 3 жылда дайындап береміз. Сонда қараңыз, 4 жылдың орнына 3 жыл оқиды. 24 жылға келген түлектер 3 жыл оқиды. 3 жыл оқиды. Осы қыркүйектен бастап. Осы қыркүйектен бастап. Оның үстіне біздегі қазіргі оқып жатқан бірінші курс, олар міне осы өткен аптада өзінің сабақтарын тамамдап, сессияларын тапсырды. Сосын кейін біз барлығын жинап ақылдастық. Мына қараңыз, жүйе осындай ғой. Жалпы жылына семестр бойынша әр студент 60 кредит игеру қажет, талап етеді. Триместр бойынша ол 80. Мына қазіргі бірінші курс олар 60 кредиттерін өтеп шықты. Сосын біз бәріміз жиналып ақылдастық, айттық. Балалар, қараңыздар, бізде осындай мүмкіндік бар. Қазір сізге қосымша семестр біз енгіземіз. Ол мына жетіспейтін 21 кредит. Егерде оны оқып тастасаңыз, онда 1 жыл бұрын бітіресіздер. Әрине олар қабылдап, қуана, соған қазір бізде арнайы сол қосымша семестр басталады осы жазда. Сондықтан бізде міне бірінші курстан бастап, қазіргі бірінші курс бітірген балалар, және жаңадан қабылданатын бірінші курсқа келетін балалар, солардан бастап бізде триместр бойынша 3 жылдың ішінде олар тәмамдайды. Біздің айтып жүргеніміз, біздің оқу үдерісіміз мына қазіргі таңда қандай талап етеді жоғары оқу орындарынан, соған сәйкес болу керек. Мысалы, Минерва деген университетті естіген шығарсыз. Минерва деген әлемдегі 2018-де ашылған ғой деп қателеспесем, 8000 адам оқитын университет бар, Минерва. Ол әлемде жалғыз мета университет. Ол университеттің ғимараты да жоқ. Көрмейсіз ба? Онлайн форматтағы сондай олар дәріс береді, MBA, бизнес білім беру деген жүйесіне сондай үлкен үлестерін қосып жатыр. Біз әрине оған енді бізде басқа бағыт, бірақ сонымен қатар біздің студенттердің қабілеттері сондай бір қазіргі талаптарға сәйкес болсын деп, соның бәрін біз модульдарын оқу үдерісіне енгізіп жатырмыз. Үлкен рахмет сұхбатыңызға. Сізге рахмет. Жұмыстарыңызға тек сәттілік. Әмин. 5 жылдық кішігірім мерейтойларыңыз құтты болсын. Студенттеріңіз көп бола берсін. Кәсіби мамандарыңыз, серіктестеріңіз көбейіп, тек жақсылық тілейміз. Рахмет. Рахмет. Қазір біз Геонлайнның түлегі, қазір бірінші курсы аяқтап жатқан. Былтырғы жылғы түлегіміз Айгүлді көріп қалдық. Айгүл, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Былтырғы түлек, биылғы уже бірінші курс студенті. Қалай өтті бірінші курсы? Өте керемет. Маған туризм таңдаған өкіндеймін. Мен Геолайнда оқыдым. Маккензи 27-ші потокта. Ағайды тапқаныма өкіндеймін. Осы универге мен 90 балмен түстім. Ағай табу маған қиын болды, оқуында қиын болды. Бірақ барысында ұнады маған бүкілі. Ал осы универге келетін болса, универ өте күшті. Маған универде ең басты ұнағаны ол практика жақтары. Практикада біз өзіңіз көрдіңіз ғой, мен Ашсайда практикаға бардым. Маған қатты ұнады ол жақ. Палатка құру, палатка жинау, топтық жұмыстар бүкіл ұнады. Видео обзорды көріп отырған 11-10 сынып түлектері мүмкін басқа да көрермендерге айтарым бар ма? Геонлайн, это не только Геонлайн, бұл команда, бұл жанұя десем де болады, маған қатты ұнайды. Ол жақта Шыңғыс ағай,
тағы да Нұрсұлтан ағай бар ғой тағы да. Бүкілі күшті, аяулым апайлар сәлем айтам. Және де бұл универге түсуге мен кеңес беремін, өйткені оңтүстіктегі жалғыз профессионалды түрде оқытатын универ. Жақсы, рахмет. Құрметті достар, дәл қазір біз университетіміздің номері 1-ші жатақханасына келіп тоқтадық. Қазір бұл жерде біздің жатақхана 4 этаждан тұрады. 3 этаж қыздар, ал 4-ші этаж ұлдарға арналған. Қазір олай болса, ішке аузар жасайық. Давайте, жүріңіздер. Жалпы біздің жатақхананың тағы да бір университеттің ерекшелігі бізде қазір мысалы 1-ші этаж левый правый деп бөлінеді. Яғни бізде бір этажда 4 холодильниктен 4 яғни пеш бар, тамақ жасайтын солай бөлінген. Және әр этажда прачкалар бар. Кейбір университеттердің жатақханаларында общий прачка бір болады ғой. Бізде барлық студенттерге қолайлы жағдай жасалған. Бұл бізде 3 адамға арналған біздің бөлмеміз. Бұл жерде енді өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің караван-сарайдың әдемі керемет көрінісін осы жерден тамашаласа да, вид өте керемет, кешкі уақытта енді жақсы көрінеді әсіресе. Бұл жерде арнайы 3 адамдықта осындай 2 шкафтан болады, арнайы тумба, сабақ оқитын парталар деген секілді. Және киімілетін, аяқ киімдерін қоятын осылай. Бұл 3 адамдық. 3 адамдық бар, 4 адамдықтар, 5 адамдық. 3 адамдық, 3 адамдық, 4 адамдық, 2 адамдық бар. Бізде 6 адам ондайға жоқ. Мінекей, мына жерде қазір бұл жерде адамдар болса. Сәлем жаным, қандай. Мінекей біздің өзіміздің жатақхана студенттері, бұл енді бізде 2 адамға арналған. Студенттер өздеріне қолайлы қылып, әртүрлі өздерінің қызығатын дүниелерін жабыстырып салады. Салмат. Әр этажда осындай схемасы барлығы осындай, әр этаждікі. Дәл осындай әр этаж, 1-ші этаждан 4-ші этажға дейін осындай жеке оқу залдары бар. Осы жақта оқиды бар? Иә. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, мен есімім Ерсайын Дулатұлы, туризм мектебінің аға оқытушы болып есептелемін. Енді біз келген жеріміз ол бізде спорттық туризмге арналған құрал-жабдықтардың қоймасы. Бұл жерде бізге жатын карематтар, яғни жатқан кезде матрастары, далада жүрген кезде қосымша басқа да құрал-жабдықтар, жіптер, арқандар, ұйқы қаптары, яғни спальный мешоктар, осының барлығына қонады. Сосын қосымша бізде арнайы құрал-жабдықтар, бұл жерде бізде балалардың қауіпсіздігін сақтайтын альпинизм спортында, басқа да құзға өрмелеу спорттарында студенттеріміздің қауіпсіздігін сақтайтын каскаларымыз, шлемдарымыз, бұл енді бізде қойма болғандықтан бұл жерде барлығы жиналып тұр, реттеліп тұр. Бірақ бізде негізгі өзіміздің спорт залымыз бар, сол жақта балалар айналысады, сабақ өткен кезде сол жақтағы айналысатын өзіміздің рабочий заттарымыз бар. Қосымша бізде бұл жерде мұзға шығуға арналған, андағын ашып көре берсеңіз болады. Мұзға шығуға арналған өзіміздің арнайы құрал-жабдығымыз, кошки деп аталады, альпинизмге арналған кошкалар, мұздықтармен жүруге арналған. Одан бөлек бізде ледорубтар, яғни құзға өрмелеу спортында, альпинизм спортында, мұзға шығу спортында, мұздықтарға шығуға арналған ледорубтар. Сол сияқты университетіміз барлық керекті спорттық туризмге, альпинизмге керекті құрал-жабдықтармен қамтылған. Сонда бұл практикалық сабақ негізінде осылар қолданылады, иә? Бізде тек қана практикалық сабақ негізінде емес, біз енді жыл барысында 15 апта дейді ғой жаңағындай өзіміздің учебный календарь бойынша сол жақта осының барлығын үйретеміз, қайтып жинау керектігін үйретеміз, қалай қолдану керектігін үйретеміз. Одан кейін жылдың соңында бізде оқу танымдық жорығы, яғни бүкіл студенттерге, туризм мектебіндегі бүкіл студенттерге оқу танымдық жорығы, сол жаққа барып барлығы осылай бізде тауға барамыз, таулы аймақтарда 2 күн, 3 күн түнеп, сол жақта біздің өзіміздің практикамыз өтіледі. Түркістан осы облыс аймағында ма? Облыс аймағында, иә, мысалға осы жылы бізде оқу-танымдық жорығынан енді ғана келдік. Ол оқу-танымдық жорығы Ащысай шатқалында болды. Былтыр бізде Боралдай, яғни Боралдай сарқырамасында, Сырдария Түркістан аумақтық ұлттық паркінде болды. Ал келесі жыл басқа да Машат деген жерлерге сол сияқты жылда локациямызды өзгертіп, сондай жерлерге барып отырған студенттермен. Ерсайын мырза, жаңа сіз айтып едіңіз ғой,
бірінші курс студенттері бара ма, сонда екінші курс студенттері бара ма? Бізде оқу үрдісіне қарай бірінші курс студенттеріне міндетті түрде туризм мектебіндегі студенттерге міндетті түрде оқу танымдық практикасы болады. Яғни екінші, үшінші, төртінші курстарға бізде диплом алды, ал екінші, үшінші курстарда бізде уже өндіріске барады. Яғни туроператорлықтарға, аэропорттарға, турфирмаларға деген сияқты сондай жерлерге барады. Ал осы бірінші курс бітірген студенттерге, түлектерімізге, өзіміздің студенттерімізге оларға уже осындай оқу танымдық жорықтар ұйымдастырылады. Одан бөлек егер белсенді студенттеріміз болса, оларға спорттық жорықтар, яғни уже мұздықтарға, Алматыдағы Тянь-Шань тауларына, Жоңғар тауына немесе Алтай тауларына ұйымдастырылатын болады. Жарыстар болып тұратын шығар, иә, араларыңызда? Иә, университет арасында жарыстар өте көп болады. Одан кейін федерацияның мысалға осы альпинизм түрінен, спортшылар түрінен жарыстар өте көп болады. Кеше күні, яғни біз университет арасынан, университетімізден барып бір баламыз бірінші орын алып қайтты осы жарыстардан. Керемет. Жақсы, рахмет. Әлі де біз спорт кешеніне барамыз ғой, иә? Міндетті түрде спорт кешеніне барып, осы туристік көп сайыс, немесе спорттық туризм техникасын, альпинизм техникасын көретін боламыз. Жақсы, рахмет. Қазір біз осы халықаралық туризм және меймандостық университетінің спорт кешеніне келдік. Осы жерде дене шынықтыру және спорт мектебінің меңгерушісі Бақытжан Сұлтанов қазір бізге осы спорт кешенін толық көрсетеді. Осы жерде кішігірім сұхбат аламыз. Жүріңіздер. Жүріңіз. Сіздер өздеріңіз өтіңіздер, иә. Мына біздің спорттық жетістіктер университетімізде қазіргі таңда дене шынықтыру және спорт, дене шынықтыру және бас сапқа әскер дайындық, спорттық туризм, спорттық сауықтыру, фитнес білім беру бағдарламалары бойынша студенттер білім алады. Және де біз жаңадан білім беру бағдарламасын жоспарлап отырмыз. Ол таңдап алған спорт түрінің жаттықтырушысы атты. Мына енді бізде жоғары оқу орындары арасындағы универсиада бар, студенттік лига бар. Сол жарыстарда университетіміздің студенттері командалық жарыстарға жеткен нәтижелері, жетістіктері деп айтуға болады. Түрлі кубоктар, иә? Иә, мына жерде жүзу спорты бойынша, мысалы, Түркістанда алғаш рет қатысып тұрып, универсиадада Ақтау қаласында өткен. 3-ші орын иелендік жалпы командалық есеп бойынша. Ол үлкен жетістік Түркістан қаласы бойынша. Және де университетте оқытушы профессорлар мен қызметкерлер арасында өтетін жарыстар бар. Сол жарыстардағы ректордың кубогы марапаттап өтетін. Жақсы. Осы сияқты. Так, енді. Біздің зал жағымызға қарай келсек, медпункт ашып берейін. Жоқ, ол обязательно емес. Спорттық туризм білім беру бағдарламасы бойынша білім алып жатқан студенттеріміз бар. Ерсайынға келіп жаттығуға жолданып жатқан студенттер бар. Жаттығу болып отыр ма сонда? Жаттығу болып отыр, иә. Ерсайын келсе, Ерсайын бізде спорттық туризм білім беру бағдарламасы бойынша жаңағы жаттығуларды жүргізеді. Ерсайын өзің айтып өтсең осы бойынша. Енді бағана танысқандай сіздермен қойманы көрдік, өзіміздің құрал жабдықтар сақталатын жерлерді көрдік. Бұл жерде енді біздің спорт залымыз, туризм залы. Яғни бұл жерде біз альпинизм техникасын, тау туризм техникасын, қосымша туристік көп сайысты үйретеміз. Балаларға осы жерде практикалық жүзінде сабақтарымызды барын үйретеміз. Бұл жерде құзға өрмелеу спортын техникаларын үйретеміз. Қосымша жіппен көтеріліп, жарақат алған адамдарды тасымалдауды, одан кейін жарақат алған адамдарды көтеруді, соның барлығын үйретіп жүретін боламыз. Сонда осындай жарыстар бола ма сіздерде? Иә, республика бойынша туристік көп сайыс, спорттық туризм деген спорт түрі бар, жалпы туристік көп сайыс деген. Ол жақта альпинизмнан тек қана республика емес, халықаралық деңгейде, сондай деңгейлерде болады. Сол кезде біздің балаларымыз, осы студенттеріміз жарыстарға қатысады, университет арасында, республика арасында, халықаралық деңгейде жарыстарға қатысып отырады. Белсенді спорт түрі, иә, сонда бұл? Спорттық туризм ғой, белсенді туризм түрі, иә. Белсенді туризм түрі, соның ішіндегі туристік көп сайыс деген спорт түрі. Жақсы. Осы бойынша жарыстар болып тұрады? Осы бойынша жарыстар болады, осы бойынша жорықтар болады, көптеген жорықтарға барады. Содан кейін осындай болашақта жалпы бұл студенттеріміз туризм нұсқаушылары болады, қосымша МЧС-те жұмыс істей алады, яғни көмек көрсетеді, жарақат алушыны көтеріп көрсетеді. Қазір мына түсіретін боламыз, балаларымыз көрсетеді, қайтып жарақат алушыны жоғарыға көтеру, құзға көтеру немесе шыңдарға көтеру деген сияқты. Хорошо. Бұл жерде енді қазір біздің жұбымыз, бұл қыз бізде условно пострадавший, яғни жарақат алған болып рөлін ойнайды, ал ана жігіт бізде жарақат алушы тасымалдай, жарақат алушыны жоғарыға көтереді.
ар жақта бізде жұппен жұмыс жасап жатыр, яғни шыңға шыққаннан кейін құзбен шетке жүру, одан кейін сол жақтан түсу әдістерін көрсететін болады. Көтере бер, иә. Қазір енді альпинизм техникаларымен, қосымша тау туризм техникаларымен жарақат алушыны жоғарыға көтеруді балаларымыз көрсетіп жатыр. Және де мұнарда біздің ойын залымыз бар үлкен. Бұл ойын залда дене шынықтыру сабақтары мен мамандықтың пәндері өтеді. Баскетбол, волейбол деген сияқты, футзал деген сияқты пәндеріміз осы жерде ұйымдастырылады. Спорттық ойын сабақтарының барлығы осы залымызда ұйымдастырылып өткізіледі. Қазақстан бойынша, иә? Иә, burada анау бірінші жоғарыда тұрған қатардағылар алтын жүлде иегерлері. Бұдан екінші тұрғандарымыз күміс, үшіншіміз қола. Солай қатарымен өзіміз. Чемпиондар, олимпиада жеңімпаздары, жүлдегерлері бұл жердегі. Сметов тұр, Левит тұр. Өзіміздің оймен құрастырылып дизайнмен істелген. Жоқ, өте әдемі. Оформление. Өте әдемі. Облыс деңгейде, қалалық деңгейде, және де өзіміздің оқытушы профессорлар мен студенттердің арасында жарыстар ұйымдастырылып өткізіп тұрады бұл жерде. Студенттер арасында спартакиадалар спорттың 17 түрінен өтеді, әртүрлерінен. Студенттер, оқытушы профессорлардың арасында спорттың 7 түрі бойынша өтті. Осы қыста бойына демалыс уақытында каникулда студенттер оқуға неге шығады каникулға. Сол уақытта өткізіледі, ұйымдастырылып. Екінші этажға шықсақ, екінші этажда. Бізде ол жерде де зал бар. Күрес гимнастика залы, және де тренажер залы. Мына жерде бізде гимнастика, күрес сабақтары осы жерде ұйымдастырылып өткізіледі. Арт жағында тренажер. Және де дене күшін дамыту, жаттығулар деген сияқты пәндер бар. Және де студенттер де келіп кешке қарай осымен тренажер залында спортпен шұғылданады. Бұл жерде енді тренажер залдан бөлек, бұл залда бір ерекшелігіміз, тақтамыз бар, интерактивный. Қоссақ, қандай жаттығуларды көрсетуге болады. Бәрін осы тақта арқылы көрсетуге болады. Керемет, керемет. Өте әдемі екен мына жер. Студенттер үшін, в общем, барлық жағдай жасалынды десеңші? Иә, студенттер үшін жағдайлар жасалған. Осымен біздің халықаралық туризм және меймандостық университетінің толық обзоры аяқталды. Ал енді әдеттегідей біздің көрермендеріміздің арасында осы университеттің тарапынан ұсынылған бір керемет сыйлықтары бар екен. Соны қазір бір шарт қоямыз. Бұл шарт комментарийге Қазақстанның ішкі туризм қалай дамытуға болады, өздеріңіздің ойларыңызды және идеяларыңызды жаза кетіңіздер. Ең көп лайк жинаған оқушы бізде университеттің атынан осындай бір керемет жинақ алады екен. Гүлім, мына жерде не бар? Таныстыра кетсең. Бұл жерде бізде арнайы тауға, жорықтарға, походтарға шыққан кезде тамақ жасайтын біздің арнайы комплектіміз бар. Сонымен қатар арнайы басқа киетін каскалары, фонарик, және де мұнда ең ерекшесі пышақ. Сонымен қатар тағы да біздің тамақ салатын арнайы ыдысымыз. Бұл мінекей біздің бойынан ашылатын болса, бұл яғни шай ішеді деген секілді. Осындай бір керемет жиынтық арнайы жасадық. Бұның барлығы осы сіздердің оқушыларыңыз үшін. Сонымен қатар бұл біздің каремат. Яғни бұны жаяд, төсет отырады, демалады деген секілді. Ал бұл комбинезон. Комбинезон, иә. Осының барлығын біз бір оқушымызға, бір көрерменімізге ең әдемі ұсыныс, ең әдемі пікір қалдырған Қазақстан ішкі туризм қалай дамытуға болады, соған идея тастаған оқушымыздың арасынан ойнататын боламыз. Осымен бүгінгі обзорымыз аяқталды. Гүлім, саған рахмет үлкен. Саған сәттілік тілеймін.